Бәріңе сәлем, YouTube не хабар рубрикасын жалғастырамыз. Бүгінгі видеода жыл блогері номинациясы туралы, блогер Айбектің YouTube'қа қайтып оралуы туралы және де The Village баспасынан Қазақстандағы ең көп қаралым жинаған видеолар топтамасы туралы айтатын боламын. Ал ендеше сен видеоға бірден лайкыңды басып, жайғасып отыра бер. Осыдан бірнеше күн бұрын Бөкей арнасында жыл блогері деген видео шыққан болатын. Бұл блогта Бөкей барлық инстаблогерлердің арасында ойнатылып жатқан жүлде туралы және де сол жүлденің номинациялары туралы бәрін айтып түсіндіріп кетті. 2020 жылдың үздік блогері інінің Нұрдәулет деп шешіліп, оған жылдың үздік блогері атты номинациядан жүлде берді. Ол бір ғана мақсатпен кеткен болатын, осы қазақ контентін Россияда жаулау. Ал құрметті інінендер, жыл блогері. Құтты болсын, бұл кубокты сіздерге арнаймын. Қазақстандағы ең мықты падеш беретін ол сіздер. Құтты болсын. Ал жылдың үздік қыз блогері Абилова Мерей атанды. Біздің Мерейде өте жас блогер деуге келеді, Мерей? Жасың қаншада? 18-ге толдым. Жарайсың, өзіңнің жалпы ойыңды, жалпы блогер болғанға дейін өмірің қалай еді, одан кейін қалай болсын айтпаш, қызық маған жаман. Дегенмен де видеоның комментариясында жүлденің әділетсіз өткендігі туралы жазған адамдар көп болды. Таныс блогерлардың бәрі жиналып алып бір-біріне жүлде берді. Немесе мына жерде бір лайықты блогер жоқ. Және де бәрі қалауынан келген адамдар деген комментариялар өте көп болды. Бұл комментариялардың ішінде 100, 200, 300 лайк жинаған комментариялар да бар екен. Демек, бұл жазылған сөздерге келісетін адамдар өте көп деген сөз. Менің ойымша да таныстар бәрі жиналып алып бір-бірлеріне жүлде бере салды. Бұған бір дәлел жылдың үздік ютубері деген жүлдені Бөкей алды. Бұл инстаграмщиктердің арасындағы жалғыз танитын ютуберлері ол Бөкей, сол себепті Бөкейге бере салды. Әйтпесе Бөкейден де басқа мықты ютуберлер өте көп. Олар бір-бірлерін марапаттап мәз болып отыра берсін, ал мен келесі жаңалыққа кеттім. Біраз уақыт бұрын мен Нұрчанел Әликезетті бір ай ішінде қуып жетіп алып, Қазақстандағы летсплейщиктердің ішіндегі бірінші орынға жайғасады деп айтқан болатынмын. Бұл айтқаным шындық сияқты, себебі Нұрчанелге Әликезетті қуып жету үшін тек 40 мың жазушы қалды. Ал сен кімді қолдайсың? Мистер Прикольчик Яйке Қуанғали өзінің инстаграм парақшасында да, YouTube сообществосына да осындай пост салды. Белгісіз нүкте. Демек, жақын арада белгісіз нүкте атты қысқаметражды фильм немесе сериал күте беруге болады. Бұл сынған тәрелкенің суретіне қарасақ, түсірілім басталып кеткен сияқты. Кеше ғана блогер Айбек өзінің инстаграм парақшасына осындай история салды. Демек, жақын арада блогер Айбектің қайта оралуын күте беруге болады. Бірақ ол қашан оралады, қандай видео түсіріп жатыр, видеосы қашан шығады, бәрі белгісіз. Так, вот так не, әлінде. Чё там не ойында отыр? Не жаңалық ойында отыр? Бәрін көрсетпей-ақ қойында. The Village баспасы қазақстандықтар 2020 жылы YouTube'дан қандай видеолар көргеннің тізімін жасады. Бұл топтамада қазақстандық көрермендердің ең көп көрген видеолары мен клиптері бар. Тізімдегі көбісі фильмдер мен сериалдар. Мысалы 10-шы орында Ламантер сериалы, 9-да Әпше, 8-де Тақиясыз періште сериалдары. Тек 7-ші орында ғана Что было дальше, Юрий Дудь. 6-да тағы Нұрдәулеттің Не тот аялдама сериалы, 5-те Алдарыспан, 4-те Қарапайым Қайрат сериалы. 3-ші орында болса Ва-банк фильмі. 2 мен 1-ші орындарда тағы да фильмдер My Love is I Slew және де Әкім. The Village баспасы сонымен қатар қазақстандықтардың көрген клиптерінің де топтамасын жасады. Клиптерді бір-бірден айтпай қояйын, өздерің экраннан көріп аларсыңдар. Жаңалықтар мінекей осындай болды. Тағы да басқа осындай мықты жаңалықтарды жіберіп болмас үшін арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қой. Және де видео ұнаған болса лайк басып достарыңмен бөлісе кет.